Жұмысшы мамандар тапшы. Елімізде оқу орындарында оқитын жастардың 80%-ы ауыз үйреніп, көз көріп қалған экономист, юрист болуға дағдыланып қалған. Осы олқылықтың орнын толтыру мақсатында облыста бірнеше жыл қатарынан WorldSkills Жамбыл 2021 чемпионаты өткізілуде. Кезекті жарыста студенттер шаш әрлеп, киім үлгісін қиып, темірлерді дәнекерлеу сынды бірнеше бағытта өздерінің бағын сынады. Гүлнар Тайжан қоғамға ең қажетті маман иелерімен тілдесіп қайтты. Дәл қазір қыздар киімді үлгілеу және дизайн бағыты бойынша бағыттарын сынауда. Берілген тапсырма бірдей мата материалынан мынадай киім үлгілерін тігіп шығу. Тігін тігу бойынша бар жоғы 3 үміткер қатысыпты. Осыдан ақ бұл мамандыққа дейін қызығушылық аз екенін білеміз. Көз майын таусатын машақаты көп мамандықты таңдағандардың бірі Лаура Әлімбек Шу қаласынан арнайы келіпті. Мен номер 10 Шу колледжінен келіп жатырмын. Бүгінгі WorldSkills жарысы байқауында мен тік көйлек, реглан жең және де қатпарлы жағаны жасап жатырмын. Жалпы жарыс 12 бағыт бойынша өтуде. Оған 22 жасқа дейінгі жалпы саны 72 үміткер қатысқан. Жігіттер жағы ағаш бұйымдарын жасап, темірден түйін түйуде. Веб-дизайн, электромонтаж, автокөлікті жөндеу сынды бағыттар да бар. Негізгі мақсаты жұмысшы кадрлар даярлауда олардың кәсіби шеберліктерін шыңдау және жастардың жұмысшы мамандықтарына деген қызығушылығын арттыру болып табылады. Аталған чемпионат бойынша биылғы жылы 12 құзыреттілік бойынша қатысушылар бақтарын сынап жатыр. Конкурс 4 күн қатарынан өтті. Үздіктер республикада өңір намысын қорғайды. Байқағанымыздай, конкурсанттардың басым бөлігі аспаздықтан бақ сынауда екен. Мен ореховый шоколадный черригард. Тамақтың основасында қазір көріп отқандарыңыздай қант, какао, ұн және де тағы басқа да қоспалар қосылады. Гүлнар Тайжан, Аңсар Тілепберген, Нұрбол Қыстаубек, Тараз 24.